Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын және мектептегіндей пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін табағымызды алып, бір жұмыртқамызды жаратын боламыз. Және оған дрожжымызды саламыз, яғни ашытқышымызды. Одан кейін су майымызды саламыз, құямыз, яғни. Бір қасық қант және бір қасық тұзымызды саламыз да, жақсылап венчигіміздің көмегімен араластыратын боламыз. Одан кейін жылы сүтімізді құямыз. Тағы да бір рет араластырып жібересіздер. Одан кейін ұнымызды салып, бірінші венчигімізбен араластырып аламыз. Сол кезде қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Барлық қамырымыз салғаннан кейін қолымыздың көмегімен біріктіріп қамыр жасайтын боламыз. Мінекей достар, енді бетін жауып, 1-2 сағатқа ашығанша қойып қоясыздар. Достар, біздің қамырымыз ашыды. Енді кішкентай домалақ пиццаларымызды дайындайтын боламыз. Табағымызды алып, пиццаларымызды осылай пішіндеп шығатын боламыз. Ортасын қаттырақ мұжғылап, шетін осындай форма жасап шығасыздар. Сол кезде кәдімгі домалақ пиццадан көріп, осылай кішірек жасайтын болсаңыздар, жегенге де балаларға әсіресе өте ыңғайлы болады екен, және көбірек шығады екен. Барлығын орналастырып болғаннан кейін мен кетчуп пен майонезді бірінші жасап алдым. Соңымызды жағып шығамыз барлығының бетіне, яғни соусты. Одан кейін оның үстіне сырымызды саламыз. Және қызанақтарымызды бір-бір талдан қойып шығамыз. Оның үстіне кесілген туралған, яғни колбасамызды саламыз. Мен барлығын осылай 4 бұрышты қылып ыңғайлап турап алдым. Және қайтадан сырымызды қойып шығатын боламыз. Және шет-шетіне әдемілік үшін жұмыртқамыздың сарысын жағатын боламыз. Барлығын жасап болғаннан кейін 180 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Мінекей достар, біздің мини пиццаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады екен, қамыры да өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің рецептім ұнаса, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазып кетіңіздер.